Құрметті көрермен, қалдарыңыз қалай? Жақсы болса, бүгін қорқынышты оқиғалар жайлы әңгіме есту үшін қолайлы уақыт. Біз күнделікті әртүрлі жанрдағы ужас киноларды қараймыз. Алайда бүгін айтатын киномыз әртүрлі жанрлардың қоспасы жайлы болмақ. Яғни фильмнің режиссері Райан Спин маньяктарды, өзге ғаламшарлықтарды, тіпті әруақтар мен құбыжықтарды да көруге мүмкіндік берді. Ал ендеше кеттік. Погребальные байки. Оқиғалар Рейванс қалашығында орын алады. Бастапқы кадрлардан Билли атты крутой велосипедшімен танысамыз. Біздің велосипедшіміз газет тарқатумен айналысады. Зубная фея Бодди Бэй до сих пор не поймана. Ол газеттерді тарқатып жүріп, қала сыртындағы тылсым қамалға дейін жетіп барады. Оқылмаған газеттерге қарап, үйде ешкім тұрмайтыны байқалады, алайда олай емес боп шығады. Үй иесі есікті ашып, баланы қорқытып жібереді, бала қашып кетеді. Ал біз осында мекендейтін Дарк атты мәйітшімен танысамыз. Ол осы сәтте о дүниелік болған баланы соңғы сапарға аттандыруы керек. Что такое жизнь, если не история? Я умоляю вас, друзья, даже когда мы скорбим, давайте праздновать. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. Пожалуйста, езжайте аккуратно. Бұл қамал жай ғана үй емес еді. Мұнда түсініксіз жағдайлар көп орын алатын. Сосын бұл үйге жұмысқа тұрып, ақша табу үшін Сэм атты қыз келеді. Ол көшедегі тақтайшадан хабарландыруды көрген еді. У вас тут серьезная коллекция книг, я смотрю. Үйде кітаптар өте көп еді. Дарк бұл кітаптардың барлығында адамдардың қалай өлгені жазылғанын айтады. Все эти истории о том, как люди умерли. Не просто как, моя дорогая. Почему? Қыз Даркқа прикол ұстап қызықты бір әңгімені айтып беруді сұрайды. Ал Дарк кішкене қарсылық білдіріп, артынан қыздың өтінішін орындайды. Что-нибудь страшное, безумное и клевое, да? Кадр бірден сары көйлектегі қызға ауысады. Бокалдағы виносынан мерекелік кеште жүргенін байқаймыз. Бұл қыз жігіттердің басын айналдырып, ақшасын ұрлайды екен. Қолға түскен заттарын сейфіне салып, бұл жерден кетейін деп жатқанда, оны белгісіз дыбыс тоқтатып қалады. Ол есіктің ар жағында не бар екен деп қызығады. Құбыжық басылғасын қыз жаймен бөлмеден шығып кетпекші болады, бірақ сейфіндегі заты құлап кетеді. Құбыжық қызды құшақтап өзінің мекеніне қарай тартып кетеді, ал біз қайта қамалға ораламыз. Бұл оқиға Сэмге қызық емес еді. Для меня в истории главное не ее достоверность, а скрытая мораль. И какова мораль? Не суй нос куда не следует? В самых общих чертах, да. Дарк қызды жұмысқа алып бөлмелермен таныстырады. Біз осы сәтте қорқыныштырақ оқиғаға көшеміз. Кадр колледжге ауысады. Біз жергілікті Джейк атты мачомен және оның достарымен танысамыз. Кешкісін мерекелік кеш ұйымдастырып жатқан олар қыздарға қорғаныс құралдарын тарқатады. Джейки, ну что мы здесь делаем? Мы оказываем важную услугу первокурсницам, которые молоды, впечатлительны и уязвимы. Наша задача — помочь им принять взвешенное решение. И это решение — заняться сексом с вами, безнадежными придурками. Сол уақытта олардың алдынан Сандра атты қызыл телпектегі қыз өтіп жатты. Мачоның досы қызды мерекелік кешке шақырады. Сол кезде Мачо келіп қызбен танысады. Олар кешке кездесуге келісіп қоштасады. Пропавшие студенты. Осторожно, ты можешь быть следующим.
Мачо қонақтар арасында жүріп қызыл телпекті байқап қалады, олар оңашаға шығып кетеді. У меня кое-что есть для тебя. О да, я не люблю эти штуки. Да, но я хочу быть в безопасности. Ты права. Өздеріңіз көргендей, Джек братишкасы киімде жүргенін ұнатпайды, сондықтан резеңкені шешіп тастайды. Мачо оянғанда қыз кетіп қалғанын және айнада нөмірін қалдырғанын көреміз, бірақ Джек оны өшіре салды. Сол сәтте ол жағымсыздық сезімін сезінеді. О, ты чё? Ты забыл надеть резинку? Қыздың бұл сыйлығына таң қалып, ауруханаға аттанады. Онда сұмдық хабар естиді. Беременный? Жігіт жүкті болып қалады, қарны ісіп кетеді. Ол бірден қызға хабарласады. Түсе алмағасын оның мекен жайына аттанады, бірақ Нет. Мачо оқу барысында 67 қызбен төсектес болған еді. Бұл жігіттер үшін киелі сан екен. Сөйтіп ол өзінің атын жоғарыға ілуге құқықты болып есептеледі. Отдай ключи. Ол жарық жылдамдығымен Сандраның үйіне барады. Үй иелері үшін бұл қалыпты жағдай болып көрінетін. Что ты сделала со мной? Что я с тобой сделала? Я думала, ты предохранялся. Нет, я нет. Джейктің кешірімін естіп болған Сандра кезекті жігітімен кездесуге аттанады, ал анасы тудырып алмақшы болады. У меня к вам вопрос. Через что он выйдет? Тем же путем, что и зашел. Сөйтіп жігіт өледі, ал анасы сәбиді алып балалар бөлмесіне алып барады. Онда Семге бұл әңгіме алдыңғысына қарағанда қатты ұнады. Онда әрі ужас, әрі драма және мораль бар еді, бірақ бәрібір бір нәрсе кем сияқты болды. Ты меня бессовестно дразнишь, да? Совсем чуть-чуть. Бөлмелерге экскурсия жалғасады. Олар мәйітті бальзамдайтын бөлмеге келді. Дарктың сөзінше өліктер оқиғасын осында айтып береді екен. Мәйітшінің жұмысы оқиғаны естіп қағазға түсіру. Дарк мәйіттің бетін ашып, Керри атты қызбен таныстырады. Пока смерть не разлучит нас. Что, если даже смерть не принесет вам облегчения? Кадр үйлену тойына ауысады. Сақалды кісінің аты Вендал. Оны қорқынышты түстер қиынайтын, өйткені ол аурушыл әйелін күтумен айналысатын. Бұл жаңағы Керл еді. Фильмде қалай бұлай болғанын айтпайды, бірақ Вендалдың проблемалары көп: жұмыс, ақша, коммуналдық төлемдер, үй іші көршілері. Здрасте, можете впустить меня? Я забыл ключи. Ты охуел, что ли, блядь? Простите, что? Кто ты есть-то? Откройте мне дверь. Спасибо. Вендал әйелі үшін барлығын жасайды, бірақ бір жылдан бері өзгеріс жоқ. Дәрігерлердің де қолынан ештеңе келмейтін. Сколько у нее есть времени? Какой срок? Еще год. Возможно, больше. Еще год? Ну и как мне с этим жить? Дәрігер оған бір ұсыныс айтады. Ол оған дәрі беріп, Керлдің тамағына қосуды айтады. Осыдан кейін ол азаптан құтылады. Оның үстіне бұл дәріні полицейлер де анықтай алмайтын. Сөйтіп Вендал әйеліне арнап қоштасу кешін ұйымдастырады. Керлға қоянның мүсінін сыйлайды. Отдай мне знак, что ты еще там. Пожалуйста, сделай это сейчас. Вендал дәріні тамаққа қосып әйеліне береді, бірақ аяқ асты Керл өзіне келеді. Нет, Кэрол! Давай! Кэрол, давай! Выплюни! Выплевывай! Давай!
Ладно, я попозже. Операция сәтті аяқталды, бірақ қоянның мұнда ойнайтын кішкентай ғана рөлі бар. Так больше не могу. Әйелі өлді, Вендал бірден дәрігерге хабарласады. Вынесите тело из квартиры. Бросьте в океан, акула о нем позаботится. Что? Сделайте это и не звоните мне. Күйеуі әйелін кішкентай табытқа салады, бірақ ол табытқа сыймайды, сөйтіп өлікті бөлшектемек болады, бірақ Керл тағы да оянып кетеді. Вендал соңғы рет соққы беріп, Керлді қайта өлтіреді. Іс бітті, мәйіт табытқа сыйды, енді бір амалдап оны өзенге апарып тастау керек, бірақ сәттілік оған. Пошел ты нахер, козел! Оған проблемалар қайта-қайта кезіге береді, лифт істемей қалады, табыттан қанаға бастайды, сосын тағы бір көршісі кезігеді. Вендал? Я вызываю полицию. На всякий случай. Нет, миссис Эвери, нет, не нужно этого делать. Лучше бы я не женился. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Лифт төмен қарай құлдырайды. Вендалдың көз алдына бақытты шақтары елестейді. Ал әйел тұрып лақтырып жіберген неке жүзігін қайтарады. Әңгіме полицейлердің келуімен аяқталады. Сөйтіп, біз Вендалдың көргендері галлюцинация екенін білеміз. Ол жәшікті лифтке апарды, лифт тоқтап қалды, сосын ол есінен алжасты. Болезни здоровья, пока смерть не разлучит нас. Болезни здоровья, пока смерть не разлучит нас. Просто ужасная история. Мы все должны исполнить свое предназначение. Нельзя же идти против судьбы. И какова же судьба Уэндала? Он сошел с ума. Экскурсия жалғасады. Олар жертөлеге келді. Крематорий осында еді. Сэм бұл уақытта Дарктың әңгімелеріне пікір айтып, қызық емес деп жатады. Форма может быть известна, но мораль вне времени. Ни одно зло не останется безнаказанным. Вы же не верите в это, правда? Всем сердцем. Осы сәтте соңғы әңгіме басталады. Я солгала. Я здесь не ради работы. Я здесь ради него. Вы сказали, ни одно зло не останется безнаказанным. Но это не так. В реальной жизни злодеи всегда выигрывают. Сэм әңгімесін жалғастырады. Ол кішкентай баланың күтушісі болған екен. Бір күні түнде ол бала қарауға қалады. Почему бы нам не начать с горы Рашмор? Я не думаю, что гора Рашмор одно из... О. Киноны жаңалықтар бөліп жібереді. Жергілікті жындыханадан бір пациенттің қашып кеткені хабарланады. Ол маньяктың лақабаты тіс періштесі еді. Мы пока не можем подтвердить или опровергнуть, сумел ли кто-то из заключенных покинуть периметр заведения. Но из предосторожности мы просим жителей запирать двери и сообщать об обнаружении психов. Ага. Сэмнің бұдан әлі хабары жоқ, сондықтан өзінің тірліктерімен айналысып жатады. Бірақ аяқ асты қан жоса жігіт оны шошытып жібереді. Ол есін жоғалтқанын айтып, көмек сұрайды. Какого черта ты не берешь трубку? Слушай, в психушке произошел бунт, и один психопат сбежал. Закрой двери и оставайся с Логаном, пока мы не вернемся. Осы сәтте төбелес басталып, қыз қайта-қайта соққы жейді, бірақ нәзік жанды қайта-қайта тұрып шабуыл жасайды. Кезекті соққыдан кейін Сэм тұра алмай қалады. Сэм терминатор сияқты қайта тұрып маньяктың соңынан барады. Крепость Логана.
Сэм қайтадан полда жатады. Болда тұрып жатып қоймады ғой. Маньяк оны буындыра бастайды. Ол аяқ асты тоқтап адам өлтіргіш емес екенін айтады. Әрине, Сэм жындының бұл әрекетінен пайдаланып қалады. Оның өлгеніне көз жеткізу үшін теледидарды бетіне тастап жібереді. Баланың ата-анасы да жетіп келеді. О, боже мой! Кто это? Это Сэм. Няня Логана. Логан! Мы прерываем наш эфир для нового специального выпуска новостей. Полиция подтвердила, что пропавший пациент — это Шарлотта Гиббонс, известная как зубная фея Богги Бэй. Осыдан кейін бәрі өз орнына келеді. Қыздың шын аты Шарлотта. Ол үйге кіреді. Сэмді есінен тандырады. Сосын баланы өлтіреді. Содан кейін оны пісіреді. Ата-анасы баланы духовкадан табады. Қыз пісіріп жатқанда жігіт оянады. Ары қарай не болғанын көрдіңіздер. Я понял, что ты сделала. Умолчала о фактах, сбила меня с толку. Очень умно. Но я все еще в замешательстве. Зачем возвращаться? У вас своя коллекция? У меня своя. Қыз Даркқа пышақ соғады, куәгерден құтылу үшін. Бірақ жаңа айтқандай, бұл жай ғана үй емес, және оның иесі де. Бежать бесполезно. Ты лишь усложняешь себе жизнь. Кітаптар жерге құлай бастайды. Бұлар осы қызы өлтірген балалардың әңгімелері еді. Даркта алдын осы қыз сияқты болып, тағдыр оны осында жетелеп келген. Бұл үй Дарктың түрмесі. Ол бостандыққа шығады, ал қыз осында қамалады. Говори, что хочешь, старик. Я хозяйка своей судьбы. Я решаю, как все закончится. Закончится? О, моя милая девочка. Твоя история только начинается. Өлген балалар қызды өлтіреді. Мұның өзі жеңіл жаза. Сондықтан Дарк Франкштейн сияқты қызды құрастырып шығады. Дарк өзінің күнәсін жуды. Жүздеген жылдардан соң үй оны бостандыққа шығарды. Оның жаны жай тапты, ал Шарлотта енді осы үйдің иесі. Пожалуй, мне пора. Так рано. Я как раз собиралась готовить ужин. Фильмнің ең жақсы қозғалыстарының бірі, бір кинода 4 түрлі оқиға көрсетіледі. Әрбір қорқынышты оқиға көз алдыма өмірге келді. Барлық әңгімелер ерекше және зұлымдық әрқашан ертеме кешпе жазаланатынын түсінеміз. Фильм бірнеше ертегі болса да, бірақ бүкіл сюжетті нөмірі 4-ші ең үлкен және ең қорқынышты оқиға біріктіреді. Басталуы мен соңы бір-бірімен байланысты және көрерменді оқиғаның логикалық қорытындысына әкеледі. Әрбір оқиға винтаждық стильде жасалған. Әдемі киімдер мен шаш үлгілері, ретро көліктер, сарайлар мен ішіндегі жиһаздар. Тіпті кішкентай ғана эпизодтағы газет тарқатушы баланың өзі рөлін керемет сомдап шыққан. Жалпы өте қызық фильм. Көруге кеңес беремін. Ролик ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеле кетіңіздер. Тек жақсы және қызықты киноларды қарай отырыңыздар. Веди себя хорошо. Никаких уроков. Смотри порнуху.